Вау, мынаны қараңдар. Ойлап қалмаңдар, коммерция бір термос сыйлай салыпты деп. Бұл қымбат тұратын термос. Бұл Бибота ханымнан келген. Яғни кезіндегі танымал болған 91-ның дизайнері болған. Мони маған мынандай сыйлапты. Ерекше киім. Көрдіңіз ба? Мони, сізге ұнады ма? Ең потолок сыйлықты сыйлады, мен күтпеген. Бәріңе сәлем. Бүгін менде ерекше видео. Осы жақында 11 ақпанда менің туған күнім болған болатын. Яғни мен 29 жасқа толдым. Көп жақындарым құттықтап осылай гүл шоқтарымен, сыйлықтарымен мені қуантқан болатын. Сол сыйлықтарыма тағы да бір анпакинг жасағым келіп отыр. Яғни былтыр менде сондай бір видео шыққан болатын. Осы жолы менің бір бөлмемді алып тұр кәдімгідей. Бұрынғы үйімнен де 2 есе көп болып тұр. Шүкір, жыл сайын осылай өсе берейін. Барлық құттықтап осылай сыйлық берген жандарға осы видеоны пайдалана отырып рахмет айтқым келіп отыр. Өте күшті болды. Барлық сыйлық менің көңілімнен шықты, ұнады. Енді соның барлығын сендермен бөліскім келіп отыр. Бірінші жағынан, екінші жағынан өзіме бір естелік ретінде осындай бір видео түсіргім келіп отыр. Сонымен ең бірінші мен осы гүл шоқтарымен бастағым келіп отыр. Өте ең үлкен, өмірімде бірінші рет алған 501 роза. Ол осы роза. Бұл бізде бүгін бәрі жарық жұлдызымыз үшін деген открыткамен берген SEO Team, яғни менің жеке командам және де жұлдыздық қыздарым қосылып осындай үлкен гүл шоқтарын берген екен. Маған осындай сарғыш түстер өте ұнайды. Күшті, менің вкусымды біледі екен. 5 қойдым. Келесі ерекше гүл. Мына жерде мен открыткасына қолым жетпейтін сияқты. Туған күніңмен Жұлдызай, әрдайым жолың ашық болсын. Біз сені әрқашан қолдаймыз. Махаббатпен ата-анаң мен бауырларыңнан. Яғни мен туған бауырларым және ата-анам, яғни отбасым сыйлаған болатын осындай үлкен гүл, жұлдыз және ай деген белгімен ерекше жіберіпті. Және де менің айтпақшы мамамның сыйлығы бар. Қазір көрсетем. Негізі қызық факт, осы уақытқа дейін менің отбасым андай сыйлық қатты сыйламаған. Жұлдызайда барлығы бар, не сыйлаймыз деп олар тек құттықтаумен шектелетін. Мен олардан ешқандай нәрсе күтпейтінмін. Осы жақында ғана мен көмекшімен отырып, мен осы мен отбасым осы уақытта ештеңе сыйламаған, есімде жоқ жоты. Қалай болады екен, жарайды, мен олардың ештеңе күтпеймін деп ойлағам. Сөйтіп, Айока осы мен сестренкам Алматыда болып осындай гүлмен және анамның сыйлығымен осылай ерекше қуантқан болатын. Олар маған сыйлық берсе де, бермесе де, мен үшін ең қымбат жандар, олардың ештеңе күтпеймін, бірақ өте орысша айтқанда приятно болды. Келесі мына жақтағы гүлдерге тоқталайық. Бұл жерде мен бір қызығы, бұл жерде кейбір гүлдерді кім берген білмеймін. Енді танысайын деп жатырмын. Кейбір сыйлықтарды да білмеймін, өкінішке қарай, өйткені қолым енді жетіп жатыр. Бұл бізде Жұлдызай апай туған күніңізбен жарық жұлдызымыз. Жарқырай беріңіз, сізді жақсы көреміз, махаббатпен HR және қаржы дейді. Осындай гүл шоқтарын берген екен. Жандарым кішкене солып қалды. Келесі мынандай өте әдемі ауыр осындай гүл бар екен. Бұл қателеспесек біздің супервайзерлерден, яғни білім бөлімінен. Өте күшті. Рахмет көп. Бұл менде туған күніңізбен апай Муси дейді. Муслима біздің 2022 жылғы оқушымыз және де менің ассистентім болған. Муслима бізде және де қаржы бөлімінде жұмыс жасаған бұрында. Қазір дозорта жұмыс жасамайды. Көп рахмет. Мына жақта өте ерекше гүл тұр. Қазір көрсетсем, кім екен? Мына адамдардың реакциясы өтіп жатыр. Жұлдызай ханым туған күніңізбен бар жақсылық тілеймін. Тәуекел Индира Досжан Еркебұлан, яғни біздің заңгер және системный администраторлар өте ерекше осындай түлпан сыйлаған екен. Ойбай, ауыр екен. Күшті. Туған күніңізбен апай, жаңа жасыңыз биік жетістіктерге, шабытқа және бақытқа толы болсын. Жаныңыз әрдайым тыныш, жүзіңізден күлкі кетпес, махаббатпен Лаура және гүлім дейді. Мынандай гүл сыйлаған екен. Мынау гүл кімнен екен? Бұны білу үшін комментарийға жазамыз. Бұл кісі өте құпия жан. Өздерің біліп тұрсыңдар деп. Өздерің табындар, кім табат соған 10 000 теңге деп. Жұлдызыңыз сөнбесін, Жұлдызай апай, махаббатпен білім супервайзер. Ой, бұл шатас кетпіз. Мынау білім супервайзерлері екен, өте үлкен гүл. Жаңағы гүл сонда кім болды? Іздейміз қазір, есімізге түссін. Просто открыткалары кішкене шатас қалыппын.
Келесі осындай өте әдемі ерекше гүл шоқтары тұр екен. Бұл туған күніңізбен дана әрі дара тұлға, ізгі ниетпен Мамалита дейді. Бұл біздің орыс әдебиеті мұғалімі Құралай апайдан. Көп рахмет, ерекше гүл екен. Барлығын менің гүлдерді, сыйлықтарды ассистенттерім қабылдады. Төрт ассистент төрт жақтан жазып, олар миылары ашып қалды. Записка не болған жоқ па? Жарайды. Есімізге қазір түсер, тағы кім гүл беріп еді деп. Келесі осындай әдемі гүл шоқтары тұр екен. Бұл жарығыңыз әрдайым әлемге шабыт берсін деп жазған екен, бірақ есімі жоқ. Сонымен мына жақта біз есімізге түсіре алмай жатырмыз. 140-тағы бір бөлім болуы мүмкін, немесе бір жан болуы мүмкін. Егер өзің видеодан өзіңді тапсаң, пікірге менің күнім деп жаз берсең күшті болатын еді. Рахмет, сыйлаған жанға ерекше рахмет. Туған күніңізбен кәсіби өсуіңіз жалғаса берсін, қызықты жобалар мен жақсы нәтижелер көп болсын, жұмысыңыз тұрақтылық пен жаңа мүмкіндіктер әкелсін, ізгі ниетпен арын абзал дейді. Бұл кім болды екен? Пікірден тауыңдар деп па? Жарайды, интрига жасамай қойын. Бұл кісі білім саласына жұмыс жасайтын кәсіпкер кісі. Жалпы бір-екі мәселелер бойынша бірге сөйлесіп танысқан болатынбыз. Өте әдемі гүл жіберген екен сізге. Егер видеоны көріп жатсаңыз, көп рахмет айтқым келеді. Сол сіздің де жұмысыңыз, кәсібіңіз өрлей берсін. Сосын менде мынандай бір қызықты не бар? Үрдіс дейм ба, әдет дейм ба, осындай открыткалардың барлығын мен сақтап жүрем. Бізде маркетингта жұмыс жасайтын біздің лицомыз Тахминадан және де осындай шар берген болатын. Үлкен өмірімде бұндай шарды бірінші рет алғам негізі. Ізгі ниетпен Селин компаниясы сізді туғаныңызбен шын жүректен құттықтаймын деп, Селин осындай ерекше гүлдер жіберіпті. Мен Селиннің VIP клиентімін. Біз осы Селиннан өте көп гүл тапсырыс береміз. Мына жақтағы почти бәрі Селиннан келген гүлдер негізі, көбісі. Сол рахмет сіздерге, Селин компаниясы. Қуанып қалдым. Мынау гүл менің Диас деген інімнен, жиенім. Одан кейін мына қасында менің әпкелерімнен келген гүл, Бақытгүл әпке, Кенжегүл әпке және Диастың мамасы Айнагүл әпке жіберген екен. Көп рахмет сіздерге де. Біз қазір Инстаграмда Әлия ханыммен жұмыс жасап жатырмыз, Reels бойынша. Сол кісі осындай ерекше гүлдер жіберді. Сізге де көп рахмет. Одан кейін мынау кімнен екен? Туған күніңізбен құттықтаймын. Өмір жолыңыз гүлмен көмкерілсін, құрметпен күйеу балаңыз Данияр дейді. Бұл менің Әлия сервис басшысы, менің оқушым Әлияның күйеуі. Туған күніңмен жаным, бай қуатты бол, әлем сен барда жарық from Жансая. Менің группаласынан келген гүл екен. Күшті, көп рахмет. Енді мына гүл кімнен екен? Туған күніңіз құтты болсын, мүмкіндіктері көп рахмет. Ақжан Айтжанұлы, бізде 2023 жылғы түлек. Бізде куратор болды, одан кейін білім меңгеруші болып, мұғалімдікке дейін өскен бала, өте пысық, кезінде оқушы кезінде көзіме түскен. Көп рахмет саған. Келесі кезекте бұл гүлдер менің бизнестегі серіктестерімнен келген гүлдер, яғни Қуаныш Бейсек, біздің Қазақстанда танымал болған дәстүр фильмінің авторы, одан кейін Шам шығармашылық мектебін ашқан. Сол Шам мектебінде мен де инвестор болып кірген болатынмын. Біз қазір сол мектеп бойынша бірге жұмыс жасап жүрміз. Көбіміз білетін Ика, яғни сол топтың продюсері болған бұл кісі. Қазақстанның жалпы кино саласына өте, творчество саласына өте көп еңбегін сіңіріп жатқан тұлға деп айтуға болады. Көп рахмет сізге. Ей, Мони, не істеватсың, ау? Келесі гүлді таңдап жатыр. Осы гүлдің есін айтып кетейін. Бұл кісі де өте танымал, мықты кәсіпкерлердің бірі. Бизнесте, яғни осы Шам мектебінде біз бірге серіктеспіз. Қазақстандағы киім саласында топтардың бірі деп айтуға болады. Шоқан дүкенінің иесі жақында Уширо деген жаңа бренд шығарды. Осылай Ұлықбек Шәріповтен осындай гүл шоқтары келген болатын. Былтырда жіберген ол кісі өте ерекше гүлдерді таңдайды. Осындай. Ей, Мони, саған ұнап тұр ма? Ұнап қалды ма саған? Жаным. Осындай базамен келген екен. Ерекше мен мынандай гүлді көрмегем. Жылзай өміріңіз гүлдей әдемі болсын. Бұл Бибота ханымнан келген. Яғни кезіндегі
танымал болған 91-ның дизайнері болған. Сол кезде ол кісіге мен экран артында тамсанатын бұл кісіге. Өте қызығатынмын. Жаңағы 91 тобына жасаған киімдері маған өте қатты ұнайтын. Сол кісімен бірге жұмыс жасау қазір маған бұйырды. Өте күшті. Менің кейбір образдарымды, мына жерде мен фотоларымды қойып көрсете аламын, немесе видео. Сол осы образдардың барлығын Бибота ханым маған арнайы тігіп берген болатын. Сол көп-көп рахмет сізге, Бибота ханым. Сонымен қатар біз Бибота ханыммен қазіргі таңда 140-тың мерчін жасап жатырмыз. Осы жақында бізде жаңа коллекция шыққан болатын. Біздің мерчқа қызығушылық танытсаңдар, осы жерде аккаунтын белгілеп кетем. Инстаграм аккаунтқа өтіп, біздің жаңа мерчтарды көрсеңдер болады. Туған күніңізбен Жай апай, with love from Miss Арай, Miss Камила дейді. Бұл біздің IELTS-тағы мұғалімдер. Мен Miss Камиламен қазір жеке ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Маған жеке сабақ береді. Берсе ол кісімен ағылшынымды дамытып, IELTS-қа дайындаламын деп жатырмын. Осындай әдемі гүл шоқтарын жіберген екен. Көп-көп рахмет. Бұны кім жіберген екен? Жай, туған күніңіз құтты болсын, ауырмаңыз, шаршамаңыз, мақсаттарыңызға жете беріңіз. Бекжаннан. Бекжан менің екінші күйеу балам. Яғни Шайық Жанел менің шығармашылық ассистентімнің күйеуі. Осы жақында екеуі отау құрған болатын. Осылай арнайы маған жеке гүл сыйлап жіберген екен. Көп-көп рахмет. Маған ашуға көмектесесің ба? Мініп алды ғой бұл жынды. Ойба, бұл гүл емес. Бұл клубника в шоколаде. Біздің кешегі қырылуға себепші болған клубника. О, күшті екен. Әдемі клубника в шоколаде. Күшті. Біреуін жинше. Гүлдер аяқталды. Енді сыйлықтарға көшейік. Енді сыйлықтарға тоқталайық. Бұл жерде енді бірінші осындай клубника в шоколаде бергендерге тоқталып кетейік. Бұл менің әпкелерімнен. Қымбатты Жай сіңілім, әрдайым аман бол, бақытты бол, жаным сіңілім. Әпкелерің Гүлзина, Айнұр, Индира дейді. Күшті. Рахмет көп-көп. Менің папамның ағаларының қызы және де қарындасының қызы. Келесі осындай бірдей үш клубника в шоколаде келген екен. Кімдерден екен, қазір көрейік. Сіз жайлы кітап жазылса, бәлкім ғылымға бейім жастың өмірі басқаша өрнектеліп, сізге еліктеп өсермеді, кім білсін. Сіз туған күн, аспанда шоқ жұлдыз туған күн дейді. Қырмызы деген менің оқушым. 2021 жылы өзім әдебиеттен дайындаған оқушым еді. Осындай сыйлық жіберген екен. Қазір ішін ашып көрсетейін. Осындай, ойбай, өте әдемі, күшті. Селиннің упаковкасы өте қатты ұнайды маған. Селин лайк. Келесі тура осындай. Жайкам, туған күніңізбен қатты жақсы көремін, бағалаймын, вы мой краш и эталон во всем дейді. Сіздің синеровиттаңыз дейді. Біздің Жания, менің крашым болған тиктокта модель қыз, қаржыда жұмыс жасайды. Көп-көп рахмет. Жай апай, туған күніңізбен бар жақсылықты тілеймін, сізді қатты құрметтеймін, жақсы көремін, барлық қолдауыңыз үшін рахмет. Махаббатпен кім? Дәмели. Рахмет. Осындай үш түрлі дептім ғой, үш бірдей клубника в шоколаде келіпті. Маған почему-то запах клубники деген аузыма келе береді. Турецкий сериал, я. О! Так, типа. Кім екен бұл? Жылзай, туған күніңізбен армандарыңызға жете беріңіз. Кім? Кім? Табындар, кім? Осылай қызық қылмаймыз ба, я? Табыныздар, кім? Бибота ханым ғой. Просто гүл бағана не берді оқысы? Гүл берді базада, и осындай запах деп айта бергім кеп тұр. Клубника в шоколаде берген екен. Рахмет көп-көп сізге. Бұл сыйлық Жанар апайдан келген, біздің химиядан сабақ беретін мұғалім. Бұл не екен? Маған почему-то ыдыс па, бірдеңе сияқты. Сендерге қалай? Меккеден алып келген ба? Бұл кісі Меккеге барған ба? Ба, күшті. Мекке ғой, я? Мекке ғой? Просто біліп тұрмын сол Мекке деп атайма деген ғой. Құрма.
күшті. И осындай су екен, зәм-зәм суы. Күшті, ерекше сыйлық. Рахмет, Жанар апай, открыткасы бар екен. Жұлдызай апай, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулық, бақыт пен мол табыс тілеймін. Әрқашан биіктерден көріне беріңіз. Сізді жақсы көремін, Жанар апайдан дейді. Вау, тоже ерекше. Бұл түйе. Бұл түйені жетектеп келе жатқан адам. Күшті. И осындай мынандай конфеттер екен. Бермеймін деп па. Күшті, рахмет, Жанар апай, өте күшті, ұнады. Креатив екен. Осындай дәнектермен сыйлық. Бұл бізде бақ, бақыт, шабыт және жан тыныштығын тілеймін. Дина Ораз. Менің Енуда бірге оқыған группаласым, бірақ бір топта емес, ол орыс тілі филологиясында оқыды, мен қазақ филологиясында оқыдым. Жалпы бірге таныспыз, қазір бақ саласында өте мықты мамандардың бірі. Мықты журналист, пиарщик, осындай сыйлық берген екен. Пайдалы дәнектер. Мынаны еще офисқа қойуға болады, кабинетке қойып қоямыз. Күшті. Келесі мынау маған қызық болып тұр. Кімнен екен білмеймін. Ол не, Ларош деген? Бренд па не? Қош. Открыткасы бар ма? Вау, наңғарандар. Мынау сырға ма? Мә, күшті. Мә, мынау кімнен? Так. Туған күніңізбен, Жұлдызай ханым, шабытыңыз шарықтай берсін. Ізгі ниетпен табамыз. Дария Қуатжан. Күшті. Клубника в шоколаде және осындай сыйлық берген екен. Ерекше. Рахмет көп-көп. Мен ол кісінің туған күніне картина бергем, е? Күшті, рахмет. Келесі бізде мына жерде кітаптар екен. Бұл менің 5-ші томын оқыған кітабым. Енді бүкіл томын оқым кеп жүр негізі. Қызыл жебе. Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесі. Бұл жерде 3-ші, 4-ші кітабы, е? Келесі, мына жақта жалғасы бар екен. 1-ші, 2-ші, 3-ші, мен бұның 5-ші тамақты оқығам. Жұлдызай апай, дүние есігін ашқан күніңіз құтты болсын. Алла берген қабілеттеріңіздің арқасында қоғамға пайдалы болып аман жүргейсіз. Әйел бақытын тілейміз, үлгі тұтар, сыйлайтын тұлғамызсыз, жақсы көреміз. Құрметпен ННН отбасы. Яғни Нұрдин Нұрдәулет Нұрланұлы бізде математикадан мұғалім болған кісі. Қазір өзі жеке курсы бар, және де оның жұбайы менің оқушым Дариға. Менің ең бірінші күйеу балам деп па. Күшті, рахмет, ерекше. Мен өте қатты жақсы көрем кітап сыйлағанды, және де кітап алғанды. Келесі осындай ерекше сыйлық. Мен әлі ашқан жоқпын, бірақ кім берген білем. Бұл бізде маркетинг жұмыс жасайтын Медер. Бұл не екен? Футболка? Вау, күшті. Қара минимализм. Футболка. Не күлесіңдер? Күшті ғой? Күшті, 34 менің размерім. Күшті, Медер, мынаны киген сайын сені еске алатын болам. Рахмет көп. Біздің белсенді оқушымыз болған кезінде Алматы Офта геоматта оқыған, қазір бізде перформанс маркетологқа дейін өсті. Молодец. Бұл тоже ерекше сыйлық. Бұйырса біздің болашақ 140-тың музейінде тұратын қалам. Жаныл мен Жания сыйлаған болатын. Жаныл мен 2020 жылы оқушым, және біз 2021-де оққан. Қазір біреу комитеті жұмыс жасайды, біреу бізде бухгалтер жұмыс жасайды. Күшті. Мұсаева деп осындай арнайы менің логамды жазған екен, яғни тегімді. Күшті. Ерекше сыйлық. Рахмет көп. Келесі, мына жерде осындай бір ерекше сыйлық тұрған екен. Оны кім беріп еді? Қазір көрейік ішінде не екен? Коммерцияның сыйлаған термосы. Мен вишлистқа енді не жазатынды білген жоқпын, шыны керек. Сол кезде осындай керек болып қалады деп осындай зат бергем. Өйткені мен су көп ішем. И су ішкен кезде менің проблемам ол басқа алыс жаққа барған кезде, немесе үйде, түнде ұйықтап жатқан кезде суларым жылып кетеді. Жылы суды іше алмаймын, сосын маған әрқашан ол либо суық болып тұру керек. Сол үшін осындай термос бергем. Бұл ыстық суды да сақтайды, және де салқын суды да сақтайды. Күшті. Бұның бағасы 361 мың тұрады. Боргтан өте қымбат термос. Ойлап қалмаңдар, коммерция бір термос сыйлай сапты деп.
бұл қымбат тұратын термос, олар бұны өте ұзақ ойланған. Точно апайға керек па деп, шынымен маған керек. Мен су көп жиі ішем, сол үшін маған түнде әсіресе мен 2 су қойып қоям, ол таңға дейін неғып кетеді, жылып кетеді, мен сосын іше алмай қаламын. Келесі бұл Борг. Бұны бізге сүйікті сервис бөлімі берген екен. Не сыйлық екен көреміз. Бұл мойынға ғой. Мойынға. Борг жалпы біраз нәрсе шығарады өздері. Боргқа да жалпы реклама болып отыр. Қалай болады, мен көзімді не қыламын ба, сонда массаж жасаймын көзіме? Ұйықтағанда тыныштық сыйлай ма? Күшті. Ерекше, рахмет, көп сервис бөлімі. Мұндайды күткен жоқпын, қазір күте тұрыңдаршы. Бар, ойнаңдар деп па. Келесі осындай Прададан сыйлық. Біздің қаржы және HR бөлімі қосылып осындай сыйлық сыйлаған екен. Маған негізі керек болып жүрген сыйлық болған. Осындай карточкалар салатын, не деуші еді? Карт холдер дей ма? Күшті, Прададан бренд. Ерекше, рахмет көп. Мынау бізде сапа бөлімінен. Бұл бізде қазақша айтқанда күй табақ екен. Бау, әдемі екен. Күшті. Негізі маған кезінде біреу осындай сыйлаған. Біздің видеосақ жүрген серіктестерімізді сыйлаған болатын. Біреу менде офиста тұр, біреуін қайда екен білмеймін. Бірақ артық етпейді, өте күшті. Үйіме қойып қоям. Келесі сыйлық бізде Боргтан. Бұл қателеспесем супервайзерлерден, Бұл бізде білім бөлімі берген светильник. Бұл да біраз баға тұрады. Маған не үшін қажет болды? Мен кітап оқығанды өте қатты жақсы көрем, бірақ кітап оқыған кезде бүкіл бөлменің жарығын жағып оқысам, мен көзім ауырып кетеді. Сол үшін осылай светильникті жағып қойып, осылай кітап оқыған ұнайды. Күшті, рахмет көп. Келесі білім бөлімі демекші, біздің мұғалімдер өздері жеке сыйлық берген екен. Бұл кішкене ауырлау деп айтып жатыр, бірақ мен көтере алдым. Менің өлсесімде болған тоже, бірақ бәрінің күлген сыйлығы болған сияқты. Яғни мына сыртын көрсете салайын. Мынандай зат қой. Сенің ноутбугыңа жалғайсың, ноутбугыңдағы экранды қасынан көрсетеді. Вау, күшті. Рахмет, біздің мұғалімдер. Көп рахмет сіздерге, өте күшті, ерекше сыйлық, маған керек сыйлық. Бірақ ойладымша, осыны ешкім сыйламайды ау, маған бұны табу қиын болатын шығар деп. Бірақ осылай тауып бергендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі осы жерде кітаптарды көрсеткім келіп отыр. Мынаны кім сыйлады екен? Табыс деген 2 кітап келген екен. Осындай. Оны кім сыйлады? Қазір көрейік. Туған күніңізбен, Жайапай, бар бақыт пен жақсылықты тілеймін, Гера. Бізде қазір мұғалім болып жұмыс жасап жатыр. 5 жылдан астам бізде компанияда жұмыс жасап жүрген маманымыз. Көп рахмет. Келесі осындай кітап келген екен. Бұл кімнен екен? Қазір көремін. Мұхтар Мағауин, әйел бақыты, көк мұнар деген классикалық кітап келген екен. Бұл мына екеуін кім берді? Бұл кітаптар кімнен екен таптық. Дариға мен әнінен екен, яғни Нұрдәулет ағайдан. Білмей қалдық, кешіріңіздер. Осындай күшті 2 тұлғаның, 2 жазушының кітабын сыйлаған екен. Сіздерге көп рахмет. Келесі сол туған күнімде түнде келіп құттықтаған менің жұлдызды қыздарым осындай Исландияға жолдама берді. Бұл енді тоже ерекше күтпеген сыйлық болды. Өйткені осы жақында мен Исландияға барғым келеді. Исландия маған қызық деп айтқан болатынмын. Сөйтіп сол идеямды қағып алып осындай жолдама сыйлап отыр екен. Бұйырса Европаға барған кезде Исландияға соғатын болам. Рахмет көп менің жұлдызды қыздарым. Одан бөлек бұл ерекше сыйлық. Менің Нұрқанат деген видеографым бар. Бірнеше жыл жұмыс жасап жатырмыз. Ол архитекторда оқыды. Осылай суретті салады, өте әдемі салады. Мына жерде 140 деп жазылып тұр, яғни 140-ты сипаттайтын суреттер салған. Астана, Алматы, яғни Астанада осы Көкталдағы үйімде мен 140-ты ашып бастаған болатынмын. Мына менің 40-шы мектебім. Одан кейін ВКонтактеде бастадым.
сосын бұл менің өмірлік ұстазым, маған сенген, сенім артқан, жұлдызымды жаққан тұлға, марқұм біздің осы 40-шы мектептің директоры Іргебай Ербол Ислямұлының суретін салған екен. Осы кісінің суреті маған кәдімгідей жүрегіме қатты әсер етті. Одан кейін мына жерде Hyundai Sonata, яғни Жаннұр екеуміз Hyundai Sonatаны табыстап жатқан сәт, мына жер Алматы аренада тұрған кезім, мына жер Швейцарияда саяхаттағаным, одан кейін яғни қайық, бірге Грант жағасына жүзу, жерде менің екі сүйікті мысығым, Томи және Мони. Ең ерекше болып тұрғаны мына жерде жарық, терезенің ар жағындағы жарықта отырған мен және Томи. Күшті, ерекше әсер еткен сурет болдым. Және де Сиотим бұдан бөлек маған алдағы уақытта табыстайтын ерекше сыйлығы бар. Ол тренажерка. Мен негізі құпия ретінде айтайын, қазір тренировкаға барып жүрген жоқпын, өйткені маған фитнес зал өте ұзақ болып кетті. Содан кейін үйде айналсам деп шештім. Сол үшін маған сондай спортпен айналысатын құралдар керек болды. Соны алдағы уақытта маған сыйлайтын болады. Алдағы уақытта көрсетемін сендерге видеода. Келесі өте ерекше сыйлық болған, андай құнды, рухани сыйлық болған осы кітаптар. Әдістеме бөлімі маған Мұхтар Мағауиннің 26 томдық шығармалар жинағын сыйлаған екен. Мен бұндай шығармалар жинағы шықты деп ойламаған екем. Сондай бір ерекше сыйлық, берсе осының барлығын оқып шықсам, менде арман жоқ. Негізі уишлистқа осындай өте көп том кітаптар сыйласа екен деген ой болды. Жазғым келді, бірақ қандай кітапты жазатын білген жоқпын, өйткені мынандай томдарды қатты біле бермейді екенмін. Сөйтсем Мұхтар Мағауиннің осындай томдық кітаптары шығармалар жинағы шыққан екен. Күшті, ерекше. Енді осының барлығын оқу керек маған. Келесі сыйлық бізде осындай ерекше қалай жарасу деген бренд екен. Кім сыйлаған кеше білген жоқпын. Мұқият қарап отыр мына кісі. Міне Томи, Мони, наңғара. Мони маған мынандай сыйлапты. Ерекше киім. Көрдіңіз ба? Мони, сізге ұнады ма? Ұнады ма? Өте ерекше қазақи нақыштағы киім екен. Вау. Осындай ерекше қазақи нақыштағы киім екен. Так, бұны енді кім берді? Сонымен бұл кімнен? Жұлдыздың жанындағы айыңыздан дейді. Кім сонымен? Мони ханым, сіз таптыңыз ба? Айшаттың жеке сыйлығы. Мен күткен жоқпын. Кеше осы жерде тұрған кезде, мынаны кім сыйлады деген кезде айтпаймыз деді. Сөйтіп, кейін барып Ақнұрдан естідім. Өзінен естіп былай алу бұйырмай қалды. Айшат, көп рахмет саған осындай сыйлығың үшін. Күткен жоқпын сенен жеке сыйлықты. Көп рахмет. Сол, сен жақсы көрем. Рахмет көп. Бұл Нұрқанаттың жұбайы бағанағы картинаның қасында осындай өзі немен жазады? Каллиграфия. Сондаймен айналысып бастаған екен. Ең бірінші маған осылай тілек жазған екен. Кейде адамның жарығы сырттан емес, ішінен жанады. Яғни картинаны, жаңағы суретті сипаттайтын сөздер. Күшті, ерекше. Келесі осындай ерекше картина. Бұл бізде HR маманы Жақсылық Арайлымнан. Көп рахмет. Бұл Арайлым бізде 2021 жылғы оқушымыз. Былтыр TikToktан көріп қалдым дейді. Сол кезде так, осыны мен келесі жылы апайға сыйлаймын деп айтқан екен. Сөйтіп осындай ерекше картина сыйлады. Көп рахмет саған. Келесі бізде қандай сыйлықтар қалды? Так, мына сыйлықты кім берген таппай жатырмыз. Бұл ауаны тазартқыш екен. Ашайық. Бірақ кім бергенін білмей жатырмыз. Пайдалы банк. Мен суретке түсіріп жүріңіздер деп. Күшті, енді бұны кім берді? Ал, табайық. Анау, фью бірдеңе деген қосып қоясыңдар ғой монтажға. 2 hours later. Сонымен біз таптық. Бұны коммерция берген екен. Екінші сыйлықтары, біріншісі бағанағы термос болды, одан кейін осындай үйдегі ауаны тазартқыш. Өте күшті, өте керекті сыйлықтарды берген екен. Рахмет.
Рекламаға түскен. Менің ұл моделім, анау қыз моделім ғой. Бұл бізде дизайн бөлімінен келген. Бізге өте маңызды керек сыйлық. Осындай затты алғанбыз негізі, бірақ бір жері дұрыс емес болып, оны қоса алмадық. Сөйтіп бізге жаңасы керек болды. Бірақ негізі бізге оны дұрыстап екеу керек болады. Өйткені бізде екі мысық ана жақта ойнап жүр. Мынау сендердің заттарың. Томи, мына жақты қара, сендерге керек туалет. Түсіндің бе? Томи, түсініп тұрсың ба? Томи, саған сыйлық берді дизайн бөлімі. Көрдің бе? Бұл, қызық қандай несі бар? Пультпен жұмыс жасайды. Одан кейін өзі тазалайды. Айналатын туалетпен емес. Бұда, андай, наполнитель саламыз. Сосын толып кеткен кезде өзі айналатта қоқысқа салып отырады. Сосын оның пакетін алып таза саламыз. Сондай ерекшелігі бар. Күшті. Рахмет дизайн бөлімі. Одан бөлек дизайн бөлімінің басшысы Тима. Менің ең алғаш оқыған кітабым, яғни орыс тіліндегі ең алғаш оқыған бизнес жайлы кітабым. Менің 11 сыныпта ұбт-ны сәтсіз тапсырғаннан кейін 2 ай депрессия видео жаттым. Сол кезде осы кітапты оқып, еңсем көтерілген болатын. Сол кітапты маған сыйлады. Яғни мен ол кезде тек қана телефонмен электронды оқығам. Яғни кітап алуға менің шамам жетпейтін. Сөйтіп сол ең бірінші оқыған кітабымды маған сыйлаған екен. К черту все бери и делай деген Ричард Брэнсон, бұның әлі көзі тірі, әлемдегі өте бай кәсіпкерлердің бірі. Мен бағана отбасымнан, бауырларымнан келген гүл шоқтарын көрсеткен болатынмын. Сол кезде естеріңде болса, менің отбасымнан, яғни анамнан күшті бір күтпеген сыйлық келген деп айтқан болатынмын. Соны таныстырып өтейін. Енді ең бастысы көңіл ғой, маған нағыз керек сыйлық. Бұл сыйлық енді біздің аналарымызды сипаттайтын сыйлық. Өйткені аналарымыз бізді әрқашан жылы жүрсін деп қамқорлық танытады. И мына жерде ерекше орамалдар, яғни бұл сыйлықтың ерекшелігі, бұл жерде жұлдыз және ай бар. Мамам менің таппайтыны жоқ, осындай тауып алған ғой. Қай магазин тапқан білмеймін енді. Сосын маған айтады, ана белгілерін көрдің бе, байқадың ба дейді. Я, байқадым, ерекше деп рахметімді айтқан болатынмын. Және де осы жақында ғана айтқам, бір қызығы менде бұрында болған ол. Қазір жоқ, білмеймін қайда кетіп қалғанын оның. Яғни мен душтан шыққан кезде киетін халат. Сондайда алсам ғой деп, алу керек ау деп мен өзім ассистентіме айтып жүргем. Сөйтсем мамам маған сол нәрсені сезіп сыйлаған екен. Бұл жерде, яғни ваннадан, душтан шыққаннан кейін киетін халат. Ал енді ашып көрейік. Енді қарапайым, кәдімгі душтан шыққан кезде киетін халат. Турция, турецкий деп па? Рахмет, мама, егер видеоны көріп отырсаңыз, көп-көп рахмет сізге, және де осындай ваннадан шыққан кезде сүртінетін орамал. Сонымен біз сыйлықтардың соңына жетіп қалдық. Бұл енді өте ерекше сыйлықтардың бірі. Осындай картиналарды өте қатты жақсы көрем. Осындай картиналарды үйге іліп қойғанды жақсы көрем. Сөйтіп мен өзімнің өлшесіме осындай картинаны қойған болатынмын. Біздің компанияда заңгер болып жұмыс жасайтын Индира ханым өзі қолмен салып сыйлаған екен. Мен ол кісінің сурет салатын таланты бар екенін білген жоқпын. Өте күшті. Негізі былай тұрады ау деймін, иә? Жоқ. Былай, иә. Осылай тұрады екен, кішкене қателесіп кетіппіз. Кешіріңіздер. Осылай өзі қолмен салып маған сыйлаған екен. Өте күшті. Негізі ең күшті сыйлық ол қолмен жасап берген сыйлық дейді ғой. Күшті. Одан бөлек ол кісі сыйлық бергіш бізде. Осындай кітаптар сыйлаған екен. Бұл кітаптарды мен тоже вишлистқа салған болатынмын. Осындай кітап. Одан кейін мынандай самодисциплина жайлы кітап. Содан кейін осындай ұлы адамдар жайлы кітапты сыйлаған екен. Күшті, енді осы кітаптарды оқитын болам. Одан бөлек мынандай аромат.
аромат. Неге мысықтардың бөлмесіне қойып қою керек, иіс шықпас үшін. Ашып жібересіз. Былай ашып жіберемін. Міне, күшті. Вау, әдемі. Күшті, рахмет. Ең қажетті сыйлықтың бірі картина, кітап және де осындай әдемі қош иіс сыйлайтын құрылғы. Рахмет көп. Одан бөлек біздің SEO Team командасына жұмыс жасаған, менің ассистентім болған Адия, бізде 2023 жылғы түлек. Ол маған арнайы клубника в шоколаде сыйлаған болатын, бірақ қуанышқа орай дейін ба, біз оны жеп қойдық. Сонымен Адияға да ерекше алғыс білдіремін. Бұл сыйлықтарды көрсетудегі мақсатым осы сыйлықтарды арнайы уақыттарын бөліп, қаражаттарын бөліп, маған сыйлаған жандарға алғыс айту үшін, сонымен қатар өзіме бір естелік ретінде қалдырғым келіп отыр. Және де осы видеоны көріп отырған әрбір оқырманға осындай гүл шоқтарына, осындай сыйлықтарға көміліп қалатындай деңгейге жетулеріңе тілектеспін. Сендердің орталарыңда сендерді сыйлайтын, әрқашан сендердің қуаныштарыңа қуанатын, осындай сыйлықтармен өздерінің махаббаттарын, сыйластықтарын, құрметтерін көрсете алатын жандар көп болсын. Негізі сыйлықтың жақсысы жаманы жоқ, ең басты сол сыйлықты берудегі ниет, көңіл. Сондықтан да барлық осы сыйлықтарды берген жандарға ерекше алғыс айтқым келеді. Негізі осы 29 жасымда өте ерекше қарсы алдым. Басшылар келді, құттықтады. Одан кейін, басты сыйлықты айтып кеттім ғой. Жылқы. Басшылар ең патолог сыйлықты сыйлады. Мен күтпеген, осы жерге видеосын көрсететін болам. Инстаграмда, тиктокта көрген шығарсыңдар. Бірақ мен енді күткен жоқпын, шыны керек. Барлығы маған намектады. Басшылар ерекше сыйлық берейін деп жатыр. Оны сіз күтпейсіз. Бірақ ұнайтын сияқты деп, енді басшылар біраз уайымдаған екен. Сөйтіп маған ерекше тұқымды ағылшын, араб аралас асыл тұқымды жылқы сыйлады. Негізі мен өзім мал шаруашылығымен айналысып басып жатқанмын, бірақ жылқы әлі сатып алмадым. Көктемде сатып аламын деп ойлап жүргем. Сөйтіп менің басшыларым ең бірінші болып осындай күшті сыйлықты сыйлаған болатын. Мен енді жылқыдан кішкене қорқам, бірақ дегенмен алда уақытта сол қорқынышымды жеңіп, сол жылқымен шауып көрем деп отырмын. Сол барлығына көп рахмет. Осылай сыйлық сыйлаған әрбір жанға рахмет. Және де сыйлық сыйламаса да үлкен мәтіндермен, кәдімгідей керемет сөздермен құттықтап жатқан қаншама жан бар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Бұйырса 29 жасым ең ерекше табысқа толы, жетістіктерге толы жыл болады деп сенем. Әрі қарай да осы 140 компаниясын дамытуға, жалпы қоғамға пайдалы жобалар, істер жасауға уәде берем. Осындай мықты командам бар кезде Құдай маған күш қуат берсе, бұйырса тоқтамаймыз деп ойлаймын. Осындай бағалы, құнды сыйлықтарды алу сендерге де бұйырсын. Барлықтарың лайықтысыңдар деп санаймын. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көргендерің үшін рахмет айтқым келеді. Енді осы видеоның астына пікірге сендерге ұнаған ең күшті сыйлықтарыңды жазып кетсеңдер болады. Маған осы кісінің осы сыйлығы ұнады деген сияқты. Сол және де осы видеодан түсінген ойларыңды, инсайттарыңды жазып кетсеңдер болады. Жалпы бұл видео өзім үшін және де осы сыйлықты сыйлаған жандар үшін түсірдім. Соңына дейін көргендерің үшін тағы да көп рахмет. Сонымен сау болыңдар.